Қоғамдық кеңестер министрліктер мен Қазақстан Республикасының президентіне тікелей бағынатын және оған есеп беретін органдармен құрылатын консультативтік кеңесші бақылау органдары болып табылады. 2021 жылдың басында олардың қызметін реттейтін заңнамаға өзгерістер енгізілді. Соңғы жылдары қоғамдық кеңестердің мүшелері мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету ісінде біршама тәжірибе жинақтады. Қоғамдық кеңестердің халықпен кері байланыс тетіктерін күшейту үшін Казкеңес ақпараттық порталын танымал ету бойынша жұмыс жүргізілуде. Оның көмегімен азаматтар еліміздің барлық өңірлерінің қоғамдық кеңестеріне жүгіне алады. Казкеңес KZ порталы қоғамдық кеңестердің қызметі туралы бірыңғай портал. 2021 жылы портал айтарлықтай жетілдірілді. Портал 5 бөлімді ұсынады. Қоғамдық кеңестер өңірлік және республикалық кеңестерге бөлінген. Жаңалықтар, құжаттар, статистика, сондай-ақ мәселелі сұрақтар. Сонымен қатар басты бетте экспресс сауалнама ұсынылған. Соның арқасында қоғамдық кеңестер мүшелерінің, сондай-ақ басқа да азаматтардың өзекті мәселелі сұрақтарға қатысты пікірлерін білуге болады. Бұдан әрі, қоғамдық кеңестер қызметі туралы жаңалықтар мен бейне шолулар берілген. Басты бет халыққа арналған жиі қойылатын сұрақтар бөлімімен аяқталады және қоғамдық кеңестер нені білдіреді деген сұрақтарға жауап береді. Енді әр бөлімді толығырақ қарастырайық. Қоғамдық кеңестер бөлімінде сіз олардың қызметі, құрамы туралы ақпаратты таба аласыз. Оларға жүгіне аласыз және басқа да пайдалы ақпаратты жүктей аласыз. Жаңалықтар бөлімі Қазақстан азаматтарын қоғамдық кеңестердің қызметімен таныстырады. Ол 2016 жылдан 2021 жылға дейінгі аралықта берілген. Сондай-ақ Казкеңес жаңалықтары бөлімі бар. Бұл жаңалықтарды қоғамдық кеңес мүшелерінің өздері жазады және орналастырады. Құжаттар бөлімінде қоғамдық кеңестердің қызметі туралы көпшілікке қолжетімді ақпараттық және әдістемелік материалдарға сілтемелер ұсынылған. Статистика бөлімінде қоғамдық кеңестердің негізгі көрсеткіштері мен белсенділік мониторингі ұсынылған. Мәселелі сұрақтар бөлімі қоғамдық кеңестер мүшелерінің халықпен кері байланысы үшін маңызды болып табылады. Бұл бөлімде жергілікті деңгейде өз шешімін таппаған немесе орталық мемлекеттік органдардың қатысуын қажет ететін мәселелі сұрақтар жарияланады. Өтінішті жазу үшін сізге барлық жолдарды толтыру қажет. Міндетті түрде бөлімді пайдалану ережелерімен келісетініңіз туралы белгі қойыңыз. Және өтінішті жолдаған кезден ол қарауға түседі. Өтініш ID нөмірін есте сақтау өте маңызды. Ол тек бір рет беріледі. Портал жұмысында кедергілер болған жағдайда сіз бізге кері байланыс нысаны арқылы жаза аласыз. Facebook және YouTube белгішелері арқылы әлеуметтік желілерде бізге жазылыңыз. Біз Казкеңес KZ порталын қоғамдық кеңес мүшелеріне өз өкілеттіліктері мен міндеттерін жүзеге асыруға көмектесу үшін, сондай-ақ халықпен кері байланыстың тиімділігін арттыру үшін жасадық.